Қоңыр көзімізге еді. Ағаштың жапырақтары түсіп, тек бір жабайы алма қалыпты. Осы кезде орманда аралап жүрген қоян алманы көріп қапты. Оны қалай алуға болады? Алма өте биікте. Сап тағында отқан қарға қоянның құлағына кіріп отыр екен. Қарға маған алманы үзіп берші. Қарға ағаш басына ұшып барып, алманы үзіп алады. Бірақ алма жерге түсіп кетеді. Ал жерге түскен алма жануарда жүгіре жөнеледі. Бұл қалай? Қорқып кеткен қоян ағаш түбінде жатқан кірпінің үстіне құлағанын түсінеді. Рахмет саған қарға. Кірпі тоқта. Менің алмамды қарға алып бара жатырмын. Бұл менің алмам. Ол төбеден түсті. Ал мен болса оны ұстап алдым. Алмамды қайтарып бер. Ол менің алмам. Таласып жатқан қоян мен кірпіге қарға қосылады. Ұшқа таласпаңдар. Алма менікі. Мен ұшып бардым. Олар бір-бірінен түсе алмай, алманы әр тартады, бер тартады. Орман айқай-шу болып кетеді. Осы кезде томпаңдаған аю келеді. Бұл не деген айқай-шу? Мазамды адың да ой. Аю сен бізді орманда үркен ақтасың. Сондықтан бізге алманы кімдікі еткен айтпесі. Бұл алманы кім тапты? Алманы мен таптым. Бұл алманы кім жылаған? Алманы мен үзіп алдым. Бұл алманы кім ұстаған? Алманы мен ұстап алдым. Мінеки, бәріне дұрыс айтасыңдар. Бәрін емекен ба? Мына жерде бұл алма ой. Бұл алманы сенде бөлдіңде. Ақайсаған бір болғын алында. Бағанан беріп, босқа таласып қой. Кірпі алманы төртке бөл. Маған не үшін? Сен аю бізге ақылға айттың, татуластырдың. Әрқайсысы бөлген алманы жеп риза болды. Өйткені аю дұрыс шешім шығарды.